Таң атты. Күн сәулесі алтын даланы оятып, өмірге жаңа тыныс сыйлады. Осы ұлы далада Томирис есімді батыл қыз дүниеге келмек. Дала тынысын ішіне тартты. Жаңа өмір дүниеге келді. Күн күлімдеп, дала оянды. Бүгін ерекше күн еді. Томирис. Бұл есіммен әлем нұрға толды. Ата-анасы ер жүрек жауынгер мен мейірімді ана. Олар даланың рухын, еркіндігін бойына сіңірген еді. Дала оны бауырына басты. Томирис күлген сайын дала ән салып, жел билейтін. Жылдар өтті. Томирис балалықтан даналыққа бет алды. Әр желмен бірге ол күшейіп, таңмен нұрланды. Томирис кішкентайынан желдің үнін тыңдап өсті. Дала оған сыр айтқандай, ол даламен бір тұтас еді. Жел мен дала Томириске өз сырын ашты. Ол табиғаттың тілін түсінді. Бұл оның ерекше қасиеті еді. Желмен жарысып өскен қыздың жүрегі енді жарыққа толы еді. Ол даладай кең болуды армандады. Томирис достарымен күліп, еркін даланың желін сезінуде. Түнгі аспан астында Томирис пен достары алтыбақанда тербеліп, күлкіге бөленді. Ақ сүйек ойыны достық пен батылдықтың мерекесі. Аспан шексіз. Томирис ойлана қарап, өмірдің мәнін сезді. Желмен жарысып, Томирис алғаш рет атқа мінді. Көңілі азат, жүрегі батыл еді. Алғашқы жебесін тартқанда Томиристің жүрегі дүрсілдеді. Батылдық сол сәттен басталды. Күн батып барады. Бірақ Томирис үшін жаңа белес пайда болды. Ананың қолында жылулық бар. Ол саған тек шашыңды емес, жүрегіңді де тарайды. Ана, қыз баланың бұл өмірдегі жолы қандай? Өмір таңғы жарық. Қайда қарасаң да, өз нұрыңмен жол табасың. Күнмен бірге оянамын. Әр таң жаңа мүмкіндік. Менің жүрегімде ерлікке ұмтылыс. Мақсатқа жету үшін жүрек керек. Әрбір ату сенім мен сабырдың сынағы. Күш тек денеде емес, жүректе. Әр күн сайын мен өзімді жеңемін. Ойбай, ана жерде не болып жатыр? Менің көмегім керек сияқты. Әлсізді қорғау, бұл шынайы батырдың ісі. Ешкімді ренжітуге болмайды. Әсіресе әлсіздерді. Батылдық тек күш емес. Ол жүректің тазалығы. Қызым, батыр болу тек күш емес, жүрек тазалығы. Сен әлсізді қорғадың, бұл нағыз ерлік. Достар, қарандар, ана жерде кішкентай түлкі. Оған көмек керек сияқты. Біз саған көмектесеміз, кішкентай досым. Қорықпа. Жақсылық күн сияқты. Ол кішкентай сәуледен басталып, бүкіл әлемді жарық қылады. Батыр болу тек соғысу емес. Ол өз халқыңды, әлсізді, әділдікті қорғау. Соғыс өнері. Маған тез арада қылыш ұстап үйрену керек. Бір күні мен де өз халқымды қорғаймын. Қызым, сенің қолыңда күш бар. Бірақ жүрегің нәзік болуға тиіс. Томирис,
әркімнің жолы әртүрлі. Кейбіреулер алыстан қорғайды, кейбіреулер өмір сыйлап үміт таратады. Егер халқыма көмек керек болса, мен үнсіз қалмаймын. Мен көмектесемін, қорғаймын. Әкем не туралы айтып жатыр? Өте маңызды істі талқылап жатқан сияқты. Біз ертең таң атпай жолға шығамыз. Еліміз аман болсын. Мен де баруым керек. Елімді мен де қорғағым келеді. Түні бойы көз ілмедім. Жүрегім тыныш емес. Мүмкін менің шешімім дұрыс шығар. Әкем айтқандай, батыр болу, жүрегіңді тыңдау. Мен дайынмын. Мен міндетті түрде көмектесемін. Ешкім байқап қалмаса болды мені. Демек олар басқа ауылға бара жатыр. Не үшін екен? Күн батып бара жатты. Керуен баяу алға жылжып келеді. Әкесі сабырлы, көзін көкжиектен алмайды. Күн еңкейіп бара жатты. Керуен ұзақ сапарға шыққан еді. Әкесі бастаған топ тыныш ілгері жылжып келеді. Бір сәтте тыныштық бұзылды. Көкжиектен бейтаныс адамдар көрінді. Әкесі керуеннің алдына шығып, жұртты сабырға шақырды. Керуеннің жолын бөгеген бейтаныстар. Олар үндемей айналаны қоршап алды. Әкесі жұртты сабырға шақырып, не болып жатқанын түсінуге тырысты. Қарақшылар керуенді басып алды. Әкесі жұртты қорғау үшін үнсіз мойынсынды. Ал Томирис болса, сандық ішінде тығылып, бәрін көріп отырды. Әкем мен ағаларым тұтқында. Енді мен оларға көмектесуім керек. Мен қорықпаймын. Қалай оларды босатсам екен? Бірдене ойлап табуым керек. Әке, бәрін сосын түсіндірем. Ал қазір мен сіздерге көмектесемін. Сіздерді босатамын. Мен сені мақтан тұтамын, қызым. Сен біздің кішкентай батырымызсың. Мен бүкіл халық оның ерлігіне шексіз риза болды. Томирис тарихта өшпес із қалдырған батыр қыздардың бірі болып қалды. Міне балалар, біздің ертегіміз осымен аяқталды.